Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен қазақ тілінде баламасы бар, бірақ орысша қолданатын 10 сөзді айтатын боламын. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақ тілінде сөйлеушілердің басым көпшілігі тілдің заңдылығын бұзып сөйлейді. Оның бірден бір себебі кейбір сөздердің қазақша баламасы бола тұра, сол сөздің орысша нұсқасын айтуды әдетке айналдыру. Бүгінгі материалымызда қазақша баламасы бола тұра, орыс тілінде қолданылатын сөздердің тізімін жасап көрдік. Свежий – бұл сөздің бірнеше аудармасы бар. Тек контекстке қарай ажырата білсеңіз болғаны. Сөздікте свежий, балғын, жаңа әзірленген деген сияқты аудармалары бар. Мысалы, свежий ет деудің орнына жаңа сойылған ет. Свежий нан деудің орнына жаңа піскен нан. Свежий шөп дегеннің орнына балғын шөп деп қолдануға болады. Уже – бұл сөз өте жиі қолданатын сөздердің бірі десек қателеспейміз. Бұл сөздің қазақ тіліне жақын баламасы әлде қашан. Мысалы, сен уже келдің бе деп сұрағанша, сен келіп қойдың ба деп сұрағанымыз дұрыс. Фонтан – бұл сөздің аудармасы су бұрқақ. Бұл сөзді де өзінің қазақша баламасымен қолданғанымыз жөн. Бухгалтер – бұл сөздің аудармасы есепші, бірақ көбі бухгалтер деген сөзді қолданады. Бұған дейін білмесеңіз, енді қазақша аудармасын қолдануға кеңес беремін. Вообще, бұл сөзді контекстке қарай әртүрлі қолдануға болады. Мысалы, кей жерде жалпы алғанда, мүлдем, тіпті деген мағыналарға ие болады. Мысал келтіріп көрейік. Мен вообще бармаймын. Мен мүлдем бармаймын. Вообще мазамды алдың ғой? Тіпті мазамды алдың ғой. Вообще сенікі дұрыс емес. Жалпы алғанда сенікі дұрыс емес. Тоже бұл да де, тати деген шылаулардың мәнінде білдіреді. Мысалы, маған тоже ұнайды. Маған да ұнайды. Ол тоже келеді. Ол да келеді деп қолданғаныңыз дұрыс. Короче, бұл сөздің аудармасы қысқасы деген қыстырма сөз болып келеді. Мысалы, короче, сен барасың ба? Қысқасы, сен барасың ба? Короче, мен былай дедім. Қысқасы, мен былай дедім. Клавиатура. Бұл сөздің аудармасы пернетақта. Өз аудармасымен қолданғанымыз нұр үстіне нұр болады деген сенімдемін. Официант. Бұл сөздің қазақша аудармасы даяшы деген сөз. Кейде осыны біле тұра орысша нұсқасын қолданғанымыз өзімізге сын. Еще. Бұл сөзді де сөздіктің ішінде қолдану мүмкін. Ол сөздің қазақша аудармасы әлі тағы да деп аударғанымыз жөн. Сіздермен болған Әсемнұр. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.